Джо Диспенза. Сергек сана кітабынан үзінді. Каналға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Миыңызды өзгертіңіз, өміріңіз де өзгереді. Бұл тарауда біз ес пен материяны ажыратып, қарастырған ұғымнан кванттық үлгіге дейінгі жолды жүріп өттік. Ал кванттық үлгіге сай олар бір-бірінен ажырағысыз. Ес материяның нақ өзі, материя естің нақ өзі. Өміріңізді өзгертпек болған бұрынғы талаптарыңыз, сірә ой-пайымның әу бастан шектеулі болғандығынан сәтсіздікке ұшыраған болар. Сіз тегі сыртқы жағдайлар өзгеруі тиіс деп санаған боларсыз. Шіркін істейтін тірлігім азырақ болса ғой, баяғыда арықтап бақытты болар едім. Қай-қайсымызда осы сөзді алуан тақырыпта түрлендіріп талай айтқанбыз. Егер А болса, онда Б болар еді. Себеп пен салдар. Ал егер сіз кеңістік пен уақыт шегінен шығып, ес, ой, сезімдеріңізбен үйреншікті өмірді өзгерте алсаңыз ше? Егер алдын ала өзгеріп, содан кейін сыртқы дүниеде ішкі өзгерістердің нәтижелері көрініс тапқан бақыласаңыз ше? Негізі бұл мүмкін ғой. Өмірін жақсы жағына өзгерте алған көптеген адамдар, соның ішінде өзім де қарапайым бір нәрсені түсіндік. Миды өзгертіп, сол арқылы жаңа тәжірибе алып, жаңа жайттардың сырына жету үшін бар болғаны өзіңнен айнуың керек. Сезімдерімізді тойтарып, жеңіп, ендігі жерде өзімізді өткеннің бұғауы құрсамайтынын түсінгенде өміріміз тән, сыртқы орта мен уақыт шегінен шыққанда біз үшін мүмкін емес ештеңе болмайды. Баршаға өмір тартатын әмбебап ес сізді қайран қалдырады. Оның ең ыстық тілеуі сізге қалағаныңыздың бәріне жол ашу. Қысқаша айтқанда, миыңызды өзгерткен кезде өміріңізде өзгереді.